Бұл жанартау макетті жасағанда алдымен бізге скотч, акварель, бояу және де қағаз, картон және бутылка керек болған болатын. Алдымен картондарды скотчтап жабыстырамыз. Кейіннен оған акварель бояуды әртүрлі өтістеуді қылып жағамыз. Сосын сулап бумаганы алып оған жабыстырып, артынан акварель бояумен тағы да бір бояймыз. Сосын оны пештің жанына немесе ыстық жерге кептіріп қоямыз да, сосын бутылканы саламыз. Және де бұған акваусин, сода және де лимон қышқылы керек болады. Сосын бутылканы қоямыз да, оған су құйып қақпағын жауып кептіріп қоямыз. Таңертең аламыз. Мен болды. Исаханның жаңағы жанартау атқылауын жасап атқан тәжірибесі.